Ассалаумағалейкум алдалашым. Бітпеді-ау әлі күнге жанталасың. Осыдан 100 жыл бұрын білесің бе, жазықсыз опат болған жарталашың. Ресей ел қырғанда қазақ қырған. Алдымен малын тартып мазақ қылған. Адамды хайуаннан да ала сартып, өз сүйегін өзіне қажаттырған. Содан соң арыстарды жер құштырды. Көрге сүйреп, көп елдік көнбіс қылды. Сан миллион сүйектің жазығы жоқ, үстінен қан қызылғып елдік құрды. Бұл күнде сол сүйектің үстіндеміз. Астымыз ор, десек те күштіргеміз. Тәуелсіздік аспаннан түскендей боп, әр уақытты менсінбейтін міскіндерміз. Ода айтқан қарғаға да, қозғынға да, Алихандай бола алмас мың нұр бала. Тым құрыса құрбандар құрмет үшін, көнбеген қылышқа да, шынжырға да, ораза ұстайықшы бір күн ғана. Ардақты ағайын, алдағы 31 мамыр күні қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнінің құрметіне орай бүкіл алаш баласын бір күн ораза ұстауға шақырамыз. Ұстаған оразамыз бен жасаған дұғаларымызды ата-бабаларымыздың рухына бағыштайық. Құрметпен, Қамшы порталының ұжымы.